Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli bolalar. Mabdal qira'at kitobining 2-tomini жалғастырамыз ары қарай. Бүгін 10-ші дәріс. A'daul insan, адамның ағзалары. Ad-darsul ashir, 10-ші дәріс. Жекеше сөздер әдеттегідей шақиқун туған бауыр, маидатун асқазан, хаддун адамның беті, шека, беттің ұшы дей ма, не дейді қазақта. Ғарадун деген мақсат. Зираун білек, арақун тер, адамның тері. Сақун балтыр, уиқаятун сақтау. Зақнун иек, тағтиятун жабу. Ғита дейді ғой, жамылғын айтады ғой, бірдеңені полный жабу. Содрун көкірек, интибақун жұму, жұмылу. Енді сөйлем. Өте қатты көп емес, қысқаша, бірақ өте пайдалы сөйлемдер көп ішінде. Адамның ағзасына жайлы болады бұл жерде. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қала Салимун мұхатибан шақиқаху Юсуф ас-сағир. Сәлім өзінің туған бауыры кішкентай Юсуфке сөйлеп тұрып бұлай айтты дейді. Яғни мұхатибан дегенде сөйлеп тұрып бұлай айтты дегенде, мысалы, екеуі сөйлесіп тұрды да, сол сөйлесу барысында бұлай деп айтты дейді. Шақиқ деген туған бауыр. Оның өзінің туған бауыры, я. Не деп айтты? Лака я Юсуф айнан. Юсуф, сенің екі көзің бар деді. Ал-вахидату ан ямини анфик. Біреуі сенің мұрныңның оң жағында, уал ухра ан шималихи. Ал басқасы, екіншісі, яғни сол жағынан. Ан яминихи ва ан шималихи деген мағынада. Валака удунан, сенде сенің екі құлағың бар. Ал-вахидату ан ямини расика вал ухра ан шималихи. Екі құлағының біреуі сенің басыңның оң жағында, ал басқа құлағың болса, басқасы болса, яғни басқа құлағың ан шималихи, басыңның сол жағында. Нахи деген ан шимали расика деген мағынада ғой. Валака айдан хаддан. Енді сенде екі бет бар, яғни екі шека дей ма, беттің ұшы. Ва дираған, екі білек бар. Ва мерфақан, екі шынтақ бар. Ва ядан, екі қолың бар. Ва сақан, екі балтыр бар. Ва рукбатан, екі дізең бар. Ва рукбатани, ва қадамани, екі аяғың бар. Валакин лака джабхатун вахидатун. Бірақ та сенде бір ғана маңдай бар. Ва анфун вахидун, бір мұрын бар. Анфун ба, тамаруты жоқ ба, вахидун болады. Джабхатун болса, вахидатун болады. Тамарута бар ма, нәжеде тамарута болады. Ва зақнун вахидун, бір иек бар. Ва содрун вахидун, бір көкірек бар. Ва маидатун вахидатун, бір асқазан бар. Әрғарай. Фахал та'рифу вазифата кулли адуин минха. Осылардың ішіндегі әрбір ағзаның міндетін білесің бе деп сұрады дейді. Фахал та'рифу, білесің бе, вазифата, міндетін, кулли адуин, әрбір ағзаның минха, олардың ішіндегі әрбір ағзаның міндетін білесің бе, Ва кана йиширу би исбаихи илал аъдаи лати кана юсаммиха. Өйтіп сұрап тұрып, өзі көрсеткен ағза мүшелерді қолымен, саусағымен ишарат етіп көрсетіп тұратын еді дейді. Өзі атаған, өзі ағасы атап айтқан, інісіне атап айтып тұрған ағза мүшелерді қолымен көрсетіп тұрып сұрайтын еді дейді. Ва байнама хума кәзәлік, ол екеуі осындай жағдайда тұрған кезде сөйлесіп, израахумал муаллиму, кенеттен ол екеуін көріп қалды мұғалім. Фақала, сөйтіп айтты дейді. Ли Салим, ана Юсуфтың ағасы Салимге мұғалім бұлай айтты дейді. Дахикан, күле тұрып, күлген күйде бұлай айтты дейді, күліп бұлай айтты дейді. Құл мәл фаидату минал хажибайни байнал джабхати вал айнайни. Сен айтсыш дейді, сұра дейді. Құл, айт дейді. Мәл фаидату минал хажибайн. Екі қастан қандай пайда бар? Маңдай мен екі көздің арасында тұрған, маңдайыңыз бен екі көздің арасында тұрған қастың не пайдасы бар деп айтсыш әніңе деп айтты дейді мұғалім Сәлимге.
әл-ғараду минхума, енді айтып жатыр. Әл-ғараду минхума, ол екеуінің пайдасы, аннахума ямнa'ани суқут ал-арақи мин ал-жабхати ила ал-айнайн. Әл-ғараду минхума, ол екеуінің мақсаты, шын мәнінде ол екеуі тосады тердің ағуын маңдайдан екі көзге. Асабта вама фаидатул әжфан, сен дұрыс айттың дейді. Асабта, дұрыс айттың. Вама фаидатул әжфан, екі қиықтың, көздің қиығы бар ғой, века дейма дейді, веки дейді ғой орыстарда. Көздің екі қиығының не пайдасы бар деген кезде жауап береді. Иннахума тақиюл айнайни минал аза. Ол екеуі көздің қорғанышы минал аза, әртүрлі неден, зияндардан. Яғни көзіңіз ашық тұрған кезде, көзіңіз жұмған кезде сол қиық жабылады ғой. Көз жұму арқылы көзге жаңағыдай шаң тозаң, кішкентай нелер, түйіршіктер кіргізбейді ғой. Сол жаңа көздің қиығы, ол көздің қорғанышы әртүрлі зияндардан дейді. Садақта, сен шындықты айттың дейді. Фи жауабика, өз жауабында шындықты айттың. Лианнал джафна, өйткені жаңа көздің қиығы, йғатты коратал айн, көздің домалағы бар ғой, көздің домалағын жабады, полный жабады. Күлләһә айндал наум, ұйықтаған кезде оны толықтай барлығын жабады. Көздің домалағын толықтай болып жабады. Жаңағы қиығы көздің. Ұйықтаған кезде көздің қиығы, көздің домалағы бар ғой, көздің өзі, соны толық жабады дейді. Мұғалім өзі қосып айтып жатыр бұл жерде. Әрі қарай, ва фадлан ан залика, осыған қоса, одан әрісі осыған қоса дейді. Иннаху янтабиқу сари'ан алал айни куллама марра амамаха шай'ун бишидда. Янтабиқу сари'ан алал айн. Оған қоса дейді, шын мәнінде көздің қиығы янтабиқу сари'ан тез жұмылады дейді. Тез жұмылады, алал айн, көздің үстінен тез жұмылады, яғни көзді тез не алады, жұмады. Күллама марра амамаха шай'ун бишидда. Әрқашан көздің алдынан бір зат тез өткен кезде, күллама марра амамаха, әрдайым өткен кезде оның алдынан бір зат қатты жылдамдықпен өткен кезде көздің жаңағы қиығы жұмып көзді сақтайды дейді. Оған қоса дейді, мұғалім қосып жатыр. Осы иншалла 10-шы сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Түсініксіз болса сұраңыздар, иншалла. Құдай қаласа алдағы уақытта осы дәрістерді иғробымен жасауға тырысамыз. Өйткені мына жерде көп нәрсені дамирлерді қайтарып, мына жерде көп нәрсені айтып түсіндіру керек болып жатыр енді. Бірінші томдағыдай оңай кетпейтін алыр. Сондықтан иншалла Алла қаласа оны да бастаймыз. Алла башқаларға жеңілдік берсін. Ва ахиру дағуана анил хамдулиллахи раббил аламин.